Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 22 бабында бұл мәселе яғни қамтылып өтілген. Онда нақты жазылып тұр. Кез келген жұмыскердің яғни жалақы төлеу мәселесіне қатысты кемсітуге жол берілмейді деп көрсетілген. Яғни бұл нені айтады? Яғни егерде бір лауазымды екі азамат атқарып жатып, біреуінің жалақысы жоғары, біреуінің жалақысы төмен болған жағдайда, бұндай жағдайға жаңағы 22 бап тыйым салады. Алайда бұнда ескере кететін мән жай, еңбек кодексінің 103 бабында, қателеспесем, келесідей мәселе көрсетіліп тұр. Яғни бұнда жалақы тағайындау ол жеке адамның, яғни жеке данныйларына байланысты деп көрсетілген. Яғни оның дәрежесі, яғни квалификациясы, оның еңбек өтілімі, және де қандай да бір курстар өткен болса, немесе қандай да бір қосымша дәрежелері болса, онда екеуінің жалақысы бірдей болуы шарт емес. Өйткені осы мәселені нақты ескеру қажет. Өйткені жаңағы ол квалификациясына байланысты, оның өтіліміне байланысты қаражаты да, яғни жалақысы да мүлдем басқа болып табылады. Сол себептен сотқа, яғни қандай жағдайда жүгінуге болады? Егер де екеуінің еңбек өтілімі бірдей болған жағдайда және квалификациясы бірдей болған жағдайда, алайда жұмыс беруші ол азаматқа, яғни төмен жалақы төлеп, басқа азаматқа, яғни преимущество дейміз ғой, берген жағдайда, онда сот арқылы өзінің құқықтарын даулауға әбден болады.